Біз үшін дүниенің бар шуағы анамыздың маңайына жиналғандай еді. Ол кісі қасымызда болса, жанымыз тынышталып, көңіліміз бірден орнына түсе қалады. 2025-тің көктемі жүрегімізге мәңгілік мұң ұялатса да, анамыздың мейірімі санамыз бен жүрегімізден ешқашан өшпейді. Жалпы әр адам өз анасы туралы ең жақсы, ең жылы сөздерді айтқысы келеді. Өйткені ана адам өміріндегі ең жақын, ең қымбат жан. Біз үшін де анамыз тек отбасының тірегі ғана емес, бүкіл әулетіміздің алтын діңгегі, шаңырағымыздың берекесі еді. Оның мейірімі мен қамқорлығы, ақылы мен тәрбиесі баласының бүкіл өміріне жол көрсеткен шамшырақ іспетті. Олардың бірнешеуін ерекшелеп айтуға болады. Біріншіден, анамыздың өзінің әкесі мен анасына, бауырларына және туыстарына деген ерекше қарым-қатынасы мен сүйіспеншілігі арқылы әке мен шешені, бауырды, ағайын туысты қалай құрметтеу керек екенін үйрендік. Себебі өзінің құсық елінен шыққан нағашы атамыз Ахмет пен анамыз 13 жасқа келгенде о дүниелік болған нағашы апамыз Нұрымханның қызы Құрман елінен екенін ерекше сезіммен, кейде тіпті күніне бірнеше рет айтудан ешқашан жалыққан емес. Содан өзі рухтанып, қуаттанатын еді. Бұл қасиеттің құдіретін әкеміз екеуі қасымызда болған кезде елей қоймасақ та, дәл қазір қатты сезініп-ақ жүрміз. Ал өзінің бауырларына деген, туған туыстарына деген сүйіспеншілігі өзінше бір әңгіме. Екіншіден, анамыздың сөздік қоры өте бай еді. Өмірдің кез келген жағдаятына қатысты не бір мақалы, не бір мәтелі дайын тұратын. Ол сабыр түбі саралтын, сарғайған жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген мақалды жай ғана айтып қоймай, өз ісімен, салмақты мінезімен бізге үлгі бола білді. Шаңырағымызға келген әрбір қонақты жатсынбай, ашық қабақпен қарсы алып, шығарып салатын. Анамыздың есігі ешқашан жабық болған емес. Үйімізге келген әрбір жанды, мейлі ол туыс болсын, мейлі жай ғана таныс болсын, төрге шығарып отырғызып, қолындағы барымен сыйлай білетін. Үйге келген адам құта келеді деп, жаны жайсаң адамыз адамдарға деген ерекше ілтипатпен еш аянып қалмайтын. Дәл осы қасиетті арқылы ол біздің санамызда адамзатқа деген сүйіспеншіліктің, кеңпейілділіктің үлкен мектебін ашып кетті. Анамыздың сол бір қонақжайлығы мен адам баласына деген шынайы ниеті біздің де бойымызға адамдық деген асыл ұғымды сіңірді. Анамыз біреудің қуанышы мен жақсылығы үшін шынайы қуанудың өзі кез келген адамның қолынан келмейтін әрекет екендігінің үлгісін көрсететін. Сонымен бірге бізге қиындыққа мойымаудың, адамдардың қателіктерін кешірудің және тоқтаусыз өтіп жатқан әрбір күнді қадірлеудің қаншалықты маңызды екенін өз әрекетімен дәлелдейтін айтатын. Я, ара-кідік айтылып қалатын кейбір көлденең сөздерге немесе істерге үндемей тұрып қалмайтын. Тура сөйлейтіні де бар, бірақ та қайтымы тез болатын. Үшіншіден, ол кісінің еңбекқорлығы мен отбасына деген адалдығы. Өмірдің ащы тұщысын әкемізбен бірге бөлісе жүріп, бізді ешкімнен кем қылмай өсірді. Сол үшін аянбай еңбек ететін. Бір үйдің күнделікті бітпейтін тіршілігінен бөлек, қой мен ешкінің жүндерін тазалап, жуып жіберіп, иіріп әрқайсымызға шұлық, өзіне жылы орамал, тіпті сол жіптерді бояп жіберіп, алашада тоқитын. Көрпе жастықтарды да өзі дайындайтын. Малдардың терілерінен илеп жіберіп, біздерге кеудешені де, жинастырған түрлі түсті жіптерден үйіміздің қабырғасына ілетін түскиізді де тігетін. Тіпті өзі қолына тие қалған жақсы маталардан өзіне көйлек тігіп алатын еді.
Осылайша біздің қауымымыз үшін аянбай еңбек етті. Аяулы анамыздың жұмсақ алақанның қызуымен жылы сөзі біз үшін кез келген қиындықты жеңетін үлкен күш еді. Бүгінде әрқайсымыз өз жолымызды тауып, жетістікке жетіп жатсақ, бұл анамыздың бізге берген дұрыс тәрбиесі мен тер төккен еңбегінің жемісі. Анамыздың өмірге деген көзқарасы мен бізге берген рухани тәрбиесі ерекше еді. Ол кісі тіпті біздің бала күнімізден Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қыз жібек эпостық жырлары, дәстүрлі әншілердің әндер жазылған күй табақтарды қосып қойып, күн бойы тыңдататын. Мұны тыңдап өсіп келе жатқан біздер сол жырлардың үзінділерін жатқа айтатын едік. Одан кейін анамыздың аузынан түспейтіні «Тәуекел түбі желғайық, өтесің де кетесің» деген сөзі болатын. Бұл сөздің астарымен қолға алған қандай да болмасын істі бітіру үшін әрбір адамға өзіне деген үлкен сенім мен қайсарлық қажет екенін сезіндіруге тырысатын. Өмір болған соң қиындықтар кездеспей тұрмайтындығын, оның алдында жасымай, бұл да өтеді, кетеді деген ұстамдықпен өтуіміз қажет екендігін айтып, жігерлендіріп қоятын. Анамыздың осы бір ауыз сөзі біз үшін өмірлік ұстанымға айналды. Кез келген істі бастағанда қорықпай, тәуекел етуді үйрендік. Анамыз біздің өткеніміздің куәгері ғана емес, болашағымыздың темір қазығы. Ол кісі физикалық тұрғыда қасымызда болмаса да, рухы әрдайым бізді жебеп жүргендей сезінеміз. Ешқандай мектепте оқып, білім алмаса да, сол ата-анасынан алған сол бір тектілік пен мейірім шуағы енді біздің жүрегімізде жалғасын табады. Оның салған сара жолы біз үшін мәңгілік бағдаршам болып қала береді. Анамыздың бізге үйреткені жай ғана ақыл кеңестер емес, ол өмір сүру философиясы. Оның айтқан әр сөзі, үлгі ретінде көрсеткен әрбір ісі әрекеті жадымызда жаңғырып тұрады. Бүгінде анамыздың арамыздан кеткеніне 1 жыл толса да, оның жарқын бейнесі, ақылы мен мейірімі біздің жүрегімізде мәңгі сақталып қалды. Сондықтан бұл естелік біз үшін аяулы анамызға деген сағыныш пен шексіз алғысымыздың бір белгісі ғана. Ана, біз сізге жан тәнімізбен ризамыз. Сіз де бізге риза болғайсыз. Алла тағала сізді мейіріміне бөлесін.